Ассаламу алейкум, Казахстан! Приветствую вас, дорогие мои земляки! Мы продолжаем вас знакомить с творчеством Voice Project, проекта, призванного знакомить вас с шедеврами мировой литературы. И сегодня в гостях у нас человек, фанатично преданный развитию спорта в Казахстане. Человек, который сумел создать на постоянной основе первый профессиональный бойцовский клуб. Это человек-промоутер, который дал большую путевку в жизнь в мировом масштабе многим нынешним бойцовским звездам. Это президент бойцовского промоутерского клуба «Алаш Прайд» Данияр Каскараулов. И сегодня вы, дорогие друзья, увидите его с другой стороны. Если его все знали до этого как педагога, тренера, промоутера, прекрасного организатора боев, то сегодня вы увидите его с другой стороны. Вы увидите его творческую натуру. И мы вам представляем очень прекрасное произведение великого казахского поэта, литератора Мағжана Жұмабаева. Встречайте. Читаем я, Ержан Мукаш и Данияр Каскараулов. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты. Мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар. Жаннан қымбат оларға ар. Мен жастарға сенемін. Жас қырандар балапан, жайылып қанат ұмтылған, көздегені көк аспан. Мен жастарға сенемін. Жұмсақ мінез жібектер, сүттей таза жүректер, қасиетті тілектер. Мен жастарға сенемін. Тау суындай гүрілдер, айбынды алаш елімдер, алтын арқа жерімдер. Мен жастарға сенемін. Қажу барма тұлпарға, талу барма сұңқарға. Иман күшті оларда. Мен жастарға сенемін. Алаш айбынды ұраны, қасиетті құраны, алаштың олар құрбаны. Мен жастарға сенемін. Мен сенемін жастарға, алаш атын аспанға. Шығарар олар бір таңда. Мен жастарға сенемін. 1917 жыл. Мағжан Жұмабаев. And we have a new champion. An elation from Kairat Akhmetar. A huge victory. The biggest...